Баршаңызға сәлем. Бүгінгі сабағымыз бірінші курс тамақтандыруды ұйымдастыру мамандығы бойынша қазақ тілі пәні. 4-ші бөлім. Бүгінгі сабағымызда тауартану пәнімен байланыстырып өтетін боламыз. Тақырыбы: адам денсаулығы, қоғам байлығы, тіркестердің мағыналық байланысы. Мақсаты: мамандандырылған тар аядағы арнайы мәтіндегі мақсатты аудиторияға арналған терминдер мен ұғымдарды, тілдік оралымдарды талдау. Тауартану бойынша тауар құрамындағы зиянды қоспаларды түсіндіру. Қажетті клишелер мен лексикалық құрылымдарды қолдану. Мәтінде көтерілген мәселе бойынша өз ойын дәлелдеп эссе жазу. Сөз тазалығы, әдеби тілдің нормаларын сақтау. Бірінші тапсырма: сіздерге мәтін беріледі. Мәтіннен тауартану саласына қатысты терминдерді теріп жазыңыздар. Осы терминдердің мақсатты аудиториясы кімдер екенін анықтаңыздар және денсаулық, қоғам байлығы тіркесінің мәтіндегі мағынасын түсіндіріңіздер. Берілген мәтіндегі кездесетін негізгі терминдер, мысалға айтсақ, тауартану ғылымы, азық-түлік өнімдері, өнім сапасы, қауіпсіздік, тағамдық құндылықтар. Бұл терминдер кәсіби мамандарға да, қарапайым тұтынушыларға да түсінікті болатындай қолданылған. Яғни, мәтіннің мақсатты аудиториясы сауда және тауартану саласына қатысы бар мамандар мен саналы тұтынушылар. Денсаулық, қоғам байлығы тіркесі мәтінде адам денсаулығының қоғам үшін экономикалық та, әлеуметтік те аса маңызды құндылық екенін білдіреді. Екінші тапсырма: практикалық сараптама, яғни тауартану пәнімен тікелей байланысты. Студенттерге нақты тауарлар, яғни сусындар, тәттілер, шұжық өнімдер беріледі. Тауар этикасындағы мәтінді оқып, зиянды терминдерді табу. Мағыналық байланысы: сапасыз тауар, нашар денсаулық, тіркестерінің себеп-салдар байланысын зерттеу. Екінші тапсырма бойынша тауар құрамындағы зиянды қоспаларды анықтап, олардың ағзаға әсерін түсіндіріп өтеді. Қазіргі таңда азық-түлік өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігі маңызды мәселе болып отыр. Көптеген тағамдардың құрамында сақтау мерзімін ұзарту, дәмі мен сыртқы түрін жақсарту мақсатында әр түрлі қоспалар қосылады. Солардың ішінде Е қоспалары мен генетикалық модификацияланған өнімдер ерекше назар аударуды қажет етеді. Осы қоспаларға түсінік беріліп, балалар түсіндіріп өтеді. Үшінші тапсырма: тіркестердің мағыналық байланысын анықтау. Берілген сөз тіркестерінің мағыналық байланыстарына қалай талдаңыз және қай пәнмен байланысты екенін көрсетіңіз. Мысалға, сапалы өнім сөз тіркесінің мағынасы: тұтынушы талабына сай, қауіпсіз стандартқа сәйкес пайдалану қасиеті жоғары тауар. Байланысу түрі: қабыса байланысады. Сапалы сын есім, өнім зат есім. Қандай өнім? Сапалы өнім. Осылай қалған сөз тіркестерін талдап шығыңыздар. Төртінші тапсырма: клишелер мен лексикалық құрылымды қолдану. Төмендегі клишелерді пайдаланып 4-5 сөйлем құрастырыңыз. Мысалы, қазіргі қоғамда көп нүкте берілген маңызды рөл атқарады. Қазіргі қоғамда сапалы әрі қауіпсіз тағам өнімдері маңызды рөл атқарады. Бүгінгі сабағымыз сіздерге түсінікті болды. Үйге тапсырма: пікір білдіру, яғни эссе жазу. Мәтіндегі мәселе бойынша өз ойын дәлелдеу. Эссе тақырыбы: сапалы тауар адам денсаулығының кепілі. Қойылатын талаптар: көлемі 120-150 сөз, кемінде 2 термин,
тауар тану қолдану, бір тұрақты тіркес немесе мағыналық тіркес қолдану, өз ойыңызды дәлелмен жеткізу. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.